балалар. Бүгінгі біздің ашық сабақтың тақырыбы айға сапар. Қанекей, алдыңғы білімдеріңді анықтап білу үшін біз қазір тапсырма орындайық, балалар. Қанекей, бәріміз тақтаға қарай. Бірінші, қанекей, ешкі қандайыз? Көмектесеміз толығыз şey. Yaşa köyünde yapılan antaç, Köyünde yapılan sözlük departamız. Келесі, тағы бір жерші қандайыз? Біріншілікті, сыр. 60. Ғалымдар ғарышта миллиондаған жұлдыздар бар деді, схемасын айтыңыз. Үлкен әріппен автор сөзі, екіншіде сызықша үлкен әріппен төл сөз, төл сызықша кіші әріппен автор сөзі. Келесі, екінші топтан ешкі қандайыз? Қанекей. Жер күнде айналады деді. Досым схемасын айтыңыз. Үлкен әріппен төл сөз, үтір сызықша кіші әріппен автор сөзі. Келесі, тағы бір ешкі қандайыз? Қанекей, абылай. Үшінші. Автор сөзінің ережесін айтыңыз. автор сөзі ережесі. Қанекей, көмектесіп береміз. Төл сөзбен байланысты. Төл сөзбен байланысты айтылған сөздің сөйлеушінің өз сөзін автор сөзі деп атаймыз. Келесі, үшінші топтан Санжар. Екінші ешкі. Тілек сөздің ережесін айтыңыз. Тілек сөз дегеніміз сөйлеушінің тарапын өзгеріске ұшырап, тек мазмұнын айтатын сөйлем тілек сөз деп аталады. Дұрыс. Келесі, Төртінші. Төл сөз бен автор сөзінің қандай айтыңыз белгілері қойылады. Сызықша, үтір, нүкте, тырнақша, бағалау парағын есімдеге балалар тоқтап берейік. Әрбір топқа мен бағалау парағын берем. Топ басшылары өздері осы жерде топтың ішіне кім қай тапсырмаға жауап берді, соған белгі қойып отырасыңдар. Топ басшысы кім сабаққа қатысты, белгі қойып отырасы? Келесі тапсырма балалар, екінші тапсырманы көшейік. Екінші тапсырма балалар, кітаптың 122 бетін ашамыз. Айға сапар. Қанекей. Барлығын ашамыз. Кезіктер. 122 бетін ашамыз. Сендерге мәтін берілген оқушылар, мәтінге 1 минут көз жүгіртіп өтсек. Қанекей тездетеміз. Сол мәтін бойынша мен сендерге тапсырма беремін. Топ. Тапсырма.
балалар. Сендерге мен 3 топқа 3 сұрақ бердім. Жалпы бірінші топтікі, сендердің аспан әлеміне ұшқыларың келе ме? Осы сұраққа схема сызып, постер арқылы тақтаға шығып қорғаймыз. Жақсы ма? Екінші топтікі аспан әлеміне ұшу үшін қандай қадағдар жасау керек деп ойлайсыздар? Осыған жауап жазасың. Үшінші топтікі, айда ғылыми зерттеу бекеті салынуы мүмкін бе? Бұл сұраққа жауап бересіз. Сендерге бұған 5 минут уақыт беремін. Тапсырма орындауға. Белгі береміз, кім болды? Жақсы, екінші топ болды. Сендер қалғандарда қайнеге? 1 минут уақыт қалды. Болды, осыған уақыт өтті. Екінші топ. Тоқтағанда белгі береміз. Біздің топқа берілген сұрақ, аспан әлеміне ұшу үшін қандай қадамдар жасау керек деп ойлайсыздар? Өте ақылды болу қажет. Ол қасына арандау керек. Ақылды батыл болу керек. Көп дайындық көру керек. Қорқыныш дегенде білмеу керек. Өте керемет, жақсы. Келесі отырамыз. Балалар. Қанеке, сендер топтар. Бірінші. Біздің топқа берілген сұрақ. Сендердің аспан әлеміне ұшқыларың келе ме? Неден келеді? Себебі ғарышта гравитация жоқ. Ғарышта көп жұлдыздар бар. Біз Тоқтар Әубәкіров сияқты болғымыз келеді. Ғарышта өте әдемі ғаламшар бар. Әзірге асtronomiya алмаймын. Қанеке, үшінші топ. Я все должна. Айда ғылыми зерттеу бекеті салынуы мүмкін бе? Иә, айда ғарышты толық зерттеуге көмек береді. Мүмкін. Салынуы мүмкін. Бұл жерде бірақ бізде алау жоқ, бірақ зерттеу бойынша бізде болашақта салынуы 50%. Келесі тапсырма болды. Жеке жұмыс жасаймыз. Жеке жұмыс жасаймыз. Бұл жерде төл сөзді тілек сөзге айналдырасың балалар. Мен сендерге суреттер беремін. Бірінші топқа. Бірінші топқа бірінші, екінші сөйлем. Екінші топқа үшінші, төртінші сөйлемді. Үшінші топқа бесінші, алтыншы сөйлемді. Төл сөзді тілек сөзге айналдырып жазамыз. Бұл жеке жұмыс балалар. 4 минут уақыт берді, бұған 2 ұпай қойылады. Дискретті болып кетсен балалар, төл сөздерді төлі сөздерге айналдырып жаза аласыңдар, және де жеке жұмыста еселді көрсетулері қажет.
табиғаттағы өзгерістер асқан шырақтар мен жұлдыздарға тікелей байланысты екенін айтты. Үшінші, табиғаттағы өзгерістер аспан шырақтары мен жұлдыздарға тікелей байланысты деді Асқар. Схемасы: төл сөз, сызықша үлкен әріппен, төл сөз, үтір, сызықша кіші әріппен, автор сөзі. Табиғаттағы аспан шырақтары мен жұлдыздарға байланысты екенін Асқар айтты. Мен жұлдыздарды зерттеп жүрмін деді Алма. Сызықша төл сөз, схемасы: сызықша үлкен әріппен төл сөз, үтір, сызықша кіші әріппен, автор сөзі. Алма жұлдыздарды зерттеп жүргенін айтты. Асхат былай деді: ескі ай кетіп жаңа ай келетін уақыт өлара деп аталады. Автор үлкен әріппен автор сөзі, қос нүкте, сызықша төл сөз. Асхат ескі ай кетіп жаңа ай келетіннің уақыт өлара екендігін сұрады. Екендігін айтты. Менің ғарышкер болғым келеді. Үтір сызықша деді Дархан. Сызықша үлкен әріппен төл сөз, үтір сызықша кішкене әріппен автор сөзі. Дархан ғарышкер болғысын айтты. Сымақ көрсек, бұл интервюация арқылы балалар сендерге YouTube желісінен Тоқтар Әбдіқалықовтың өмірбаяны туралы видеоларды көрсетемін. Сол жерден қорытынды ойларыңды, яғни жинап, өздерің сол YouTube желісінен түсінген бейнежазбадан түсінген нелеріңді мәтін құрап жинап, мәтін құрап жазасыңдар. Мысалы, бұл жеке жұмыс. Ayvalayın karkaralı, arkamın kolu kiyip soğucasını bakın. En küyün bolu kusasan balışan, kalırlar çok koydan altın kalır. Sarakanın altın savlarından, kasiyette karkaralı жерден, İsa Қазақ халқының даңқын әлемге асырған. Ел бастаған көсемдер, сөз бастаған шешімдер, ел қорғаған бабалар, ақиқатын жазушылар шыққан. Солардың бірі қазақ халқының бір дуалы, асырсаңлаға, тұңғыш қазақ ғарышкері, даңқты сынақшы ұшқыш, халық қаһарманы, кеңес одағының батыры Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров 1949 жылы шілденің 27 күні Қарқаралы ауданы 1-май ауылында дүниеге келді. 1962-65 жылдары Теміртау құмар механикалық зауытында оқып болды. Есімі облыстық құрмет кітабына алтын әріппен жазды. 69 жылы Ресей Федерациясындағы армия жоғары әскери ұшқыштар училищесін бітірген. 1969-75 жылдары Кеңес одағындағы әскери звено командирі, эскадрилья командирінің орынбасары, Мәскеу ұшқыш сынақшылар мектебінің 1976 жылы Видеоролик тыңдап тұрсаңдар, соған байланысты қанекей түсінгендеріңіз бойынша жинақы мәтін жазайық. Мәтін жазуға 3 минут уақыт кетеді. Бұл жеке жұмыс. Әркім өз арқасында. Видеода түсінгендерді жазыңыз. Жақсы, 3 топ болыпты. Қалғандарыңыздың балалар 2 минут уақыттарыңыз қалды. Әр тапсырманы бағалайды. Санжар. Қазақстанда алғаш ғарышқа ұшқан Тоқтар Әубәкіров 1970 жылы ғарышкерлерге алынды. 1991 жылы өздерінің
орбитаға жету тұңғыш жасанды серігі Қазақстандағы байқоңыр ғарыш алаңына ұшырылды. Дарья. 1996 жылы ұсынған алғашқы ғарышкер Мұхтар Әубәкіров 1991 жылы қазанның 2-сінде ғарыш кемесімен басқа ғарышкерлермен бірге ғарышқа ұшты. Жақсы. Батыр. Екінші сұрақтан Батыр тыңдайық. Мұхтар Әубәкіров сияқты болу үшін сабақты оқу керек, денсаулығы мықты болу керек. Мұхтар Әубәкіров 1991 жылы МиГ-99 ұшағын ұшырды. Мұхтар Әубәкіров 1999 жылы ғарышқа дайындық жасады. Мен ғарышкер аталарымен мақтанамын. Мұхтар әуезов 1991 жылы шілденің 4-те өмірге келді. Ол ұшақта да ғарышқа да қатысты. 1991 жылы 1923 жылы ұшақта ұшуға түсті. 1993 жылы ғарышқа ұшуға дайындығынан түсті да 1991 жылы тапсырды. 1991 жылы қазанның 31-і одан да өтті. Бірнеше рет ұшты. Тоқтар Әубәкіров атаммен мақтанамыз. Тоқтар Әубәкіров 1941 жылы дүниеге келді. Ол 1990 жылы ғарышкерлер командасына қосылды. Ол бірінші сынақтан жақсы өтті. Мен Тоқтар Әубәкіров атаммен мақтанамын. Біздің Тоқтар Әубәкіров атамыздың денсаулығы мықты болды. Ол ең бірінші байқоңыр станциясынан ұшты. Алдияр. 1993 жылы Гагарин атындағы ғарышкер мектебіне түсті. Ал 1991 жылы ол ғарышкер мектебін бітірді. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа Анатолиймен және Александрмен ұшты. Жақсы, өте керемет. Балалар, сабақтың соңында кері байланыс. Смайлик арқылы сабақты бағалайық, балалар. Сендерге сабақ жақсы ұнаса, мына смайликқа апарып, мен берген стикерлерді жабыстырамыз. Егер сабақты орташа түсінсеңдер, ортаңға смайликқа апарып жабыстырамыз стикерлерді. Егер сабақты мүлдем түсінбесеңдер, мына смайликқа алып келеміз. Сабақты қалай түсіндіңдер? Тақтаға шығып жабыстырамыз. Кім қалай түсінген көрейік?
Darya. Darya birinci taqsimada 2 pay, üçüncü taqsimada 2 pay, dördüncü taqsimada 3 pay, жалпы 7 pay. Ramzan sence ikinci taqsimaga қатысты жалпы 3 pay. Sancar birinci taqsima 2 pay, ikinci taqsima 3 pay, dördüncü taqsima 3 pay. Жалпы 8 bal. İkinci soruda Ерлан birinci taqsimaga қатысты 2 pay, ikinci taqsimaga қатысқан 3 pay, üçüncü taqsimaga қатысқан 2 pay, dördüncü taqsimada 3 pay, жалпы 10 bal. Бауыржан birinci taqsimaga қатысқан 2 pay, ikinci taqsimada 3 pay, üçüncü taqsimada 2 pay, dördüncü taqsimada 3 pay, жалпы 10 pay. Батыр ikinci taqsimada 3 pay, dördüncü taqsimada 3 pay, жалпы 6 bal. Ablay ikinci taqsimaga қатысқан 3 pay. Birinci to'xta Sırım birinci taqsimaga қатысқан 2 pay, ikinci taqsimaga қатысқан 3 pay, üçüncü taqsimada 2 pay, dördüncü taqsimada 3 pay, жалпы 10 pay. Халек ikinci taqsimada 2 pay, birinci taqsimada 3 pay, üçüncü taqsimada 2 pay, dördüncü taqsimada 3 pay, жалпы 10 pay. Aldiyar ikinci taqsimada 3 pay, üçüncü taqsimada 2 pay, dördüncü taqsimada 3 pay, жалпы 8 pay. Жалпы балалар бағалары. Сабаққа қатысқандарыңа рахмет. Үйге тапсырма. Кітаптың 123 беттегі 5-ші тапсырманы орындап келеміз балалар.